Кайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді чебуреки дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм ұн, 50 грамм маргарин, жарты шай қасық сода, 1 шай қасық тұз және жылы су қажет. Ұнымыздың үстіне сода мен тұзымызды саламыз, араластырамыз. Еріген маргаринімізді айналдыра құйып шығамыз. Және жылы суымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бірақ судың барлығын қоспайсыздар, тек көз мөлшермен ғана жұмсақ қамырды илейміз, қолға жабыспайтын. Егер қолыңызға кішкене жабысатын болса, қолыңызды кішкене майлап алсаңыз болады. Осылай қамырды жақсылап илейміз. Қамырымыз дайын, ыдысымыздың бетін жауып, 30-40 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз 40 минут тұрды. Енді осылай дөңгелектеп шығамыз, домалақтап барлығын осылай қойып шығамыз. Қамырымыз жұмсақ болды. Жұмсақ болу міндетті қамырларыңыз. Сол кезде сіздердің чебуректеріңіз өте дәмді болып шығады. Менде 12 штук чебуреки шықты. Енді осыны сүлгімен, болмаса осындай пленкамен жауып қойсаңыздар болады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм тартылған ет, сиырдың еті, және 1 орташа пияз. Пиязды осылай 4 бұрышты және майда етіп тураймыз. Міндетті түрде майда етіп тураңыздар. Пиязымызды турадық. Енді осыны тартылған етіміздің үстіне қосамыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш себеміз. Чебурегіміз дәмді болу үшін және сочный болу үшін оған осындай сұйық майды құямыз. Осылай араластырамыз жақсылап. Дәмін міндетті түрде көріңіздер, тұзы жақсы болу керек. Біздің салмамыз дайын. Енді осы дайын болған қамырларымызды домалақтап жайып шығамыз. Қамырымыз міндетті түрде жұқа болу керек. Жұқа болған кезде, сол кезде біздің чебуректеріміз әдемі болады және жегенге өте приятно болады. Осындай салмамызды саламыз ішіне. Міне қараңыздар, жаямыз осылай шанышқының көмегімен жайып шығамыз. Сол кезде ішіндегі салмасы жақсы пісетін болады. Шетін осылай видеодағыдай жасаймыз шанышқының көмегімен. Барлық қамырымызды осылай жайып, домалақтап, салмамызды салып, чебурегімізді дайындаймыз. Салманы көбірек салмаңыздар. Менің чебуректерім үлкен, болмаса кіші болған жоқ, орташа болды. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Менде осындай 12 штук чебуреки шықты. Енді табамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырамыз. Қызған майды осындай таяқшаның көмегімен тексереміз. Таяқшаның үстінен көпіршіктер шыққан кезде ол майдың қызған деген мағынаны білдіреді. Енді осындай чебуректерімізді майымызға салып, жақсылап қуырып аламыз. Оттың асты орташадан жоғары болу керек. Қалған чебуректерімізді осылай салып, жақсылап қуырып аламыз. Екі жағын да осындай қызарғанша қуырамыз. Екі жағын айналдырамыз, екінші жағын қуырамыз. Майымыздан осылай чебуректерімізді аламыз, піскен чебуректерімізді. Астына міндетті түрде осындай қағаз салфетка төсейміз. Сол кезде қағаз салфетка чебуректегі майды өзіне сіңіріп алады. Қалған чебуректерімізді осылай пісіріп аламыз. Біздің чебуректеріміз дайын болды. Қараңыздар, өте керемет.
піскен чебурекимізді ортасынан бөліп, міне қараңыздар, өте дәмді керемет чебуреки шықты. Менің каналыма тіркеліңіздер, міндетті түрде лайк басыңыздар және комментарий қалдырыңыздар.